Ребята, я думаю, быстро отвяжусь. Ну, где-то подам, уберу. Он по-любому четверку поставит. А делать за час, успею к вам на игру. Ждите меня, пацаны. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Меня... Ой... Там университеттен жіберді практикаға. Серіктеген бала сен болдың ғой? Да. Кел төрлет. Мамандығың қандай? Профессия? Технология. Оған құлақ таппыш маған. А? Бақта да білмейді екенсің. Бергел Серік. Мына аста. Мына жеген салт текті. Мына біздің аталарымызды көрдің бе? Ага. Сколько дней? Ой, қанша күнде жасап бітірдіңіз? Болдым бар ана міне 7-8 күнде бітірдім бұл. Вау, так долго. Неге бір образецпен бірнешеуін жасай бермейсіз? Ну, потом прибыл много будет. Бұл роботтық техника емес қой. Бірдей ғып құрастырып жасай салатын. Бұл өнердің киесі. Ұлтымыздың көне шежіресі. Өмірде көргені мен басынан өткені осы қос шекте жатады екен. Домбыра кімнің қолында болса да, өзіне тән үнін сақтайды. Да, сколько же философии здесь скрыты. Түсінсең түсінген шығарсың. Ана тілін білмеген домбыраның тілін қайдан білсін? Аға, әкеңіз, сізге көмектесейін. Мынау міне домбыраның бас ағашы. Осы домбыраның бас ағашын шырамдылықпен төзім керек ше. Осыны түзетіп алып шыққанға. Бәрекелді. Бүгін тағы бір домбыраға бастаппыз ғой. Серік, бүгін сенің тәжірибең соңғы күні ме? Аға. Аға, айтпақшы сізге бір нәрсе берейін деп едім. Менен кейінгі келген жастар сізден әр нәрсені сұрап мазаламас үшін домбыраның сипаттамасын жазып қойдым. Сен бәрін жазып қойсың ғой. Бас ағаш, шайтан тегі, мойын, шанақ. Бұны қай кезде жүргелі көргенсің? Мұны ағылшынша не? Аға, ол ағылшынша емес. Қазіргі уақытта кирилл әліпбиінен латын әліпбиіне көшудеміз. Сол себептен екі үлгіде де жаздым. Бәрекелді. Қазақтың ақылы көзінде, қасиет сөзінде. Осы қалпыңнан тайма. Сонымен екеуміз жасаған домбыраны өзіңе тартып өтемін. Нағыз қазақты жаныңнан тастама. Аға, рахмет.